Сәлем достар, өміріміздің әрбір секундында түрлі жағдайлар орын алады. Сонымен қатар кейде паранормальды құбылыстар да болып жатады. Бүгінгі видеода камераға түсіп қалған русалка, яғни су перісін, және аспаннан жарқырап тұрған лазерді, және басқа да қорқынышты жайттарды көрсететін боламыз. Норвегияда болған жағдай. Әкесі өз қызымен және итімен серуендегенін естелік ретінде видеоға түсірген. Бірақ ол видеоға белгісіз бір нәрсе түсіп қалады. Әкесі болған жағдайдың барлығын YouTube-қа жүктейді және описаниясына былай жазады: біз кешкі серуенге шыққанбыз, бірақ кенеттен қызым тоқтап алдынан бір нәрсе өткенін көреді. Англияда осындай жап-жасыл лазер аспаннан жарқырап тұрды. Көпшілік бұны өзге ғаламшарлық деп айтты. Түнде болған мына жағдай елді бір қорқытқан болатын. Өзіңіз ойлап көріңізші, түннің бір уағында аспаннан дәл осылай жап-жасыл боп жарқырап тұрса не істер едіңіз? Англияда бұл видео қатты таралды. Қалай ойлайсыз? Бұл қандай құбылыс? Комментарияға жаза кетіңіз. Италияда болған сұмдық қорқынышты жағдай. Су перісі көркем фильмдерде, мультфильмдерде әдемі, қарағанға жағымды болып көрінеді. Бірақ Италияда шын су перісінің қандай екенін видеоға түсірген. Видеоның авторы су перісіне енді жақындайын дегенде, ол бірден артқа қарай аударылып қашып кетеді. Мына дүкеннің жұмысшылары өз жұмысын аяқтап дүкенді құлттап, бәрі шығып кетеді. Бірақ қайта дүкенге кірсе, барлығының астан кестені шығып жатты. Олар түнде ұры түскен деп ойлады. Бірақ камерадан не болғанын қараса, мынаны көрді. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашанда жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.